Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қолдауымен әскери салаға жан-жақты қолдау көрсетілді. Бүгін біз мерейлі мерекеде Кеңес одағының батыры, тәуелсіз Қазақстан тұңғыш қорғаныс министрі, халық қаһарманы, армия генералы Сағадат Қожахметұлы Нұрмағамбетовті лайықты құрмет көрсетіп, ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсіміне арнайы жиналдық. Сағадат Нұрмағамбетовтің өмір жолы барша қазақстандықтар үшін үлгі және өнеге. Құрметті шығыс қазақстандықтар, біз батырлардың ерлігін ешқашан ұмытпаймыз. Тәуелсіз бен ел тыныштығын сақтау жолындағы қызмет үшін барша сарбаздарға, сондай-ақ табиғи апат, су тасқынын алдын алу күш салған төтенше жағдай қызметкерлеріне шынайы алғысымды білдіргім келеді. Мереке құтты болсын.